Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және тез дайындалатын таңғы асқа осындай сигара бөрек рецебін ұсынамын. Бізге ең алдымен лаваш қажет. Менде лаваштың осындай ұзын түрі. Егер сіздер дүкеннен домалақ түрін алсаңыздар, пайдалануға, орауға сіз өзіңізге өте ыңғайлы, оңай болады. Мен осылай мантының қамыры секілді төрт бұрышты етіп кесіп дайындап алдым. Егер де менің каналыма қосылып тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркелу батырмасын басып қойыңыз. Барлық лаваштарымызды кесіп алдық. Енді ортасына салатын сырымызды кесеміз. Сырымызды видеода көріп тұрғандарыңыз секілді ұзын бөлікке бөліп кесеміз. Лаваштың көлеміне байланысты сырымызды кесіп аламыз. Лавашты орау кезінде бізге су қажет болады. Кесемізге кішкене ғана суды құйып аламыз. Және лавашымызды қиғашынан қойып, кесіп алған сырымызды лавашқа салып орайтын боламыз. Бастапқыда 2 рет ораймыз, одан кейін 2 шетін ішке қайырып орайтын боламыз. Лаваштың 2 шетін осылай ішке қайыруды ұмытып кетпеңіздер, себебі қуырған кезде ішіндегі сырымыз еріп, сыртқа шығып кетпеуі керек. Саусағымызды суға батырып алып, лавашқа жағып, орап қоямыз. Бұл лаваштың ашылып кетпеуіне көмектеседі. Міндетті түрде 2 шетін ішке қарата қайырыңыздар. Міне барлық лавашымызды орап болдық. Енді табамызға кішкене ғана сұйық май құямыз. Қызып тұрған майымызға дайын болған лаваштарды ішіне орналастырып салатын боламыз. 2 бетін қызартып қуырып аламыз. Мінекей біздің лаваштарымыз дайын болды. Осындай ыстық, қытырлақ, дәмді лавашпен ыстық шай ішіп, күніңізді жақсы өткізіңіз. Ас болсын.